Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен ақ шоколадтан шарики дайындаймыз. Шоколадтың тек өзін микроволновкада ерітіп аламыз. Барлығы полностью еру керек. Одан кейін суығаннан кейін осындай шарик тәріздес формаларға, силиконовый формаларға жайғастырамыз шоколадымызды. Қасықпен немесе щеткамен жақсаңыздар болады. Сізге қалай ыңғайлы солай. Өзі кебе бастайды ақырындап. Сол кезде де жан-жағына жайғастырып отырамыз. Өйткені астына көп кетіп қалмау үшін. Полностью жағылып, кішкене кептау дегенде морозилькке салып аласыздар қатайғанша. Мына жерде әлі дұрыс кеппеген, жайғастырып жатырмын. Енді морозилькке саласыздар. Қайнаған судың бетіне осы темірді қойып қоямыз. Бізге шоколадты жабыстыруға керек болады. Мінекей шоколад дайын, морозилктен шығарып, екі жағын жаңағы темірге ысып аласыздар, оңай тез жабысу үшін. Мынау үлкен шарик дұрыс жасамайды екен, сондықтан кішкентай шарик алғандарыңыз дұрыс. Мына даже пішінінде дұрыс берген жоқ. Мына кішкентайы дұрыс келді. Екі жағын ыстық бумен ысып-ысып, жабыстырып, контуринге орнатасыздар. Мінекей сонымен шоколадный шарикіміз дайын. Кез келген торттың бетіне қойып әрлесеңіздер болады.